Сүйінбай ақын көшесі Нұр-Сұлтан қаласының оң жағалауында, Сарыарқа ауданында орналасқан. Нұрғиса Тілендиев көшесінен басталып, Абайдың 150 жылдығы Жақанша Сейдалин көшесімен қиылысады. Ұзындығы 4546,5 метр. Сүйінбай Аронұлы әйгілі ақын, жыршы, айтыс өнерінің майталманы. Сүйінбайдың өлең толғауларында заман шындығы, әлеумет өмірі аса көркем шыншылдықпен суреттелген. Қырғыз ақыны Қатағанмен айтысы ұлттық әдебиетіміздің ең таңдаулы шығармаларының қатарынан орын алды. Сүйінбай айтыскер ақындығына қоса эпикалық жырлардың асқан шебері болған. Елдік мұратты көксеп, бастарын бәйгеге тіккен Өтеген, Қарасай, Сұраншы, Саурық батырлар туралы көшпелі жырлар шығарған. Ал Қатаған ақын мен Тезек төремен арадағы айтыстары айтыс өнерінің тамаша үлгілері болып саналады.